Мишраймера. Не моргайте, друзья. Это тяжи. Здесь любой удар может вырубить свет оппонента. Матвей Слышков, Бекжан Бакиров. Разница в 10 лет. Но в остальном эти спортсмены очень похожи. Аю против К-700. Медведь против тяжелой техники. Что ж. Ауыр салмақ десе Джордж Форман есімізге түседі. 45 жасында әлем чемпионы атанған. Сондықтан Бакировтың 29 жасы бұл әлі өте жас. Тіпті бозбала деп айтуға болады бұл салмақ үшін. Сондықтан қызықты айқас күтеміз. Бакиров тықсыр бастады, қарсыласты. Ну, очень подвижный Слышков. Очень пристреливает, пока одиночными ударами отступает. Бакиров зацепил его. И впервые Матвей прочувствовал всю мощь Аю. Тіке соққы Слышковтың өтті. Джеб. Жігіттер джеб атсуда да. Ой, жақсы апперкот! Бұнау қандай комбинация керемет. Өте бір сезімтал екен Бакиров. Бұл азаматқа өз сияқты стилі келісетін жігіттер жекпе-жек енді айызынды қандыратын түсінікті. Слышков қазір бағана өтізілған ауыр соққыда кейін жасқана жүріп, артқа шегіне жүріп тауып қатуда. Бірден деп Жұман Жұмабеков. Жұман Жұмабековтың ақыл кеңесін естіп қалдық. Ну, Жуман просит его проверить, просто попасть в печень соперника. Пока Бакиров достаточно однотипно действует, метит в голову. По большей части удары приходятся в блок, но каждый акцентированный удар при этом Слышков. Каждый акцентированный удар доставляет очень много проблем Матвею. На близкой дистанции расстреливается Бакиров, работает серийно, уже начинает проверять и корпус соперника. Бауыр тұстан Нұрсаңшы деген соққы енді. Ай, жақсы! Садится, вот она печень. Міне. Қалай ғана, бір соққы. Жек-жек аяқталды. Жұман Жұмабеков біліп айтқан екен. Бағанан бері соққының барлығын жоғарғы жаққа бағыттап, біраз Слышковты азықтандырды дейміз ғой енді. Тамақтандырып алғаннан кейін оң жақ шынтағының тұсы ашыла қалған сол еді. Аю аямай бір соқты, сонымен жекпе-жектің тағдыры шешілді. Бірақ Дидар мағаным жігіттердің салмаққа қарамай өте жақсы қозғалысы. Жылда әрі тек тұрып төбелесу, динамикасы өте жақсы. Ну, немного хаотично все равно бился Слышков. Давайте так. По-моему, чувствовался вот этот нерв. Қысым 19 жаста енді бұл азамат әлі де болашақ алда деп ойлаймыз, бірақ ауыр салмақ өкілдері үшін өте жақсы жұдырықтасу мәнерін тамашалай алдық. Сонымен құрметті ханымдар мен мырзалар, бұл жекпе-жек бірінші раунд 2 минут 15 секундта тоқтатылды. Техникалық нокаутпен жеңіске жеткен алаңның көк бұрышы Бекжан Аю